Эки кыз атанған Мақпал Жүнісова алғаш рет Дина Төлепбергенге сұхбат бермек. Халық әртісі соңғы уақыттағы сынға байланысты хейтерлерге неге өкпелі? Ауыздарыңды жабыңдар, жастанып жатыңдар. Жастардың астына қойып сол видеоларыңды. Дұшпандарға да бір мереке сыйлап тұру керек анда-санда. Жүректе толған бар қайғым, мұңымды жасыра алмаймын. Тағдыр тармағы басқадан бөлек әнші. Неліктен эфир барысында көзіне жас алды. Яғни сіз сол сәтте қолдауды күттіңіз ғой. Мен тек сахнада ғана бақытты адам. Жалпақ жұртқа жауабын әнімен жеткізетін Мақпал Жүнісова Дина шоуда. Ол қазақ эстрадасының символы. Есімі көп жылдан бері ел аузында. Бірақ бұл жетістіктің артында өмірде сан түрлі сынақтардан өткен әйелдің тарихы тұр. Мақпал Жүнісова. Бүгін менің қонағым. Мақпал апа. Қош келдіңіз. Қош келдік. Сізбен кездесу мен үшін үлкен мәртебе, үлкен абырой. Жалпы бұл бағдарламамды ашуымның да басты себебі сіз секілді ұлы адамдармен кездесіп, олардан сабақ алу. Сен ұлы адам деп мен айтып отырсың, енді сол ыңғайсыздау кішкене. Ұлылыққа жету үшін әлі талай еңбек ету керек. Кейде 100 жасқа жетіп те көп нәрсені білмей кететін адамдар болады. Мен өзім мені былай қатты бейтіп асыра мақтағанды, я болмаса көзге қайта-қайта айтатын нәрселерді онша ұната қоймаймын. Жалпы мақтамады, даттамады. Шындықты бетке айтыңыз ғой. Көп мақтамаңыздар да. Білмесеңіздер, даттамаңыздар. Негізі ел жұрттың сөзіне сүйенетін болсақ, бәрі айтады, ой, Мақпал ханым ол бай әйел ғой, бай деп. Ой, десейші. Қасымда әлі көк тиын ақшам жоқ. Банктың бәрін тексеріп нетсеңдер. Біз айтам ғой енді, мына 30 жыл бір үйде тұрыппын Дина. 30 жыл бір үйде. Қоза алмай. Сол үйімнің біресе асты жарылды, біресе үсті жарылды, пеш атылды ма керек. Анау қабырғалар өртене бастады кәдімдей. Менде абой тұрған ғой баяғы, 40 жылға бой. Сол жаңағы сүртетінші әлгі жуық қоямыз, бітті жүре береміз. Қанша квадрат сіздің үйіңіз? 360. Мұны неге сұрап жатырмын? Сіз таяуда мына әлеуметтік желіде өзіңіздің бір видеоңызды жарияладыңыз ғой. Былайша айтқанда жан айқайыңыз деп қабылдадым. Сіз былай дедіңіз: Зәке, сен мені кешір, мен шаршадым. Оны айтпай қош. Мен сен дүниеңді сақтап отырғаныма 20 жыл болады екен деп. Айтқым да келмейді. Сатамын деп айтып жатырсыз. Сатпайтын болдым. Сатпайтын болдым. Дүниесін өзінің елінде бір мұражай сияқты бір нәрсе ашат деген әңгіме естіп жатырмын. Сол жаққа бүкіл өзінің дүниесін сол жаққа тапсырамын. Жартылай уже беріп жердім. Кітаптарын сақтап отырған жаңағы екінші кітабын шығарған еді, аудармасы. Сол оны презентациясын жасайын деп отырғанда қайтыс болып кетті ғой. Соның бәрін сақтап, бір бөлме толған кітап еді. Соның бәрі енді шаң басып жатады ғой, оған да күтім керек қой. Демек ол сол бір сәтте шаршадыңыз ба? Сондай бір ой жүгіріп өтті ме? Енді ойбай, ана пеш атылып атса, үйдің бәрі азынап тұрса, как раз ана ненің кездері болды ғой сол. Бұл үймен қоштасу неге сізге қиын? Мәселен, психологтарға сүйенетін болсақ, жаңа жерге барсаң, жаңа өмір басталуы мүмкін дейді. Ал кей адамдар айтады, тәтті естеліктермен сағынышты жұбатып өмір сүре бергенде дұрыс шығар дейді. Мен бұл жерде мынау дұрыс, мынау бұрыс деп айта алмаймын. Бұл жерде бар ғой, мен мысалы, ол үй менің құзырымдағы үй ғой. Маған дәрістен жасалынған үй, екі үйде. Біреуін Мерейге деп атады Сәкең. Мерейді үш жерден ұзатамын. Мерей үш жерді күйеуге шыққаннан кейін үш жерде тұрады деп сондай әңгіме айтты. Ойбай, алдын ала сондайды айтпаңызшы деп мен. Біз жақтыртпаймыз. Ойбай, үйтем, Мерей 10 жасқа келгенде мәшинеге мінгіземіз, мәшине алып береміз, бізді алып жүретін болады деп сондай бір әңгімелер айтты. Қош құрсын, қаршадай қызды мәшинеге отырғызып деп жақтыртпай отыратын сондай әңгімелерді. Осы жерде ұзатам деген әңгімесін бүкіл туысқандар білет, таныстар білет, бәрі естіген. Үш жерде Мерейді ұзатамыз деп. Соны енді сол Мерейді ұзатам деп сол үйді сақтап отырмын негізі. Мақпал ханым, мен сізден бір нәрсені сұрайыншы. Негізінде мынау
бала асырап алу мәселесіне келетін болсақ, бір отбасынан бауырлардың балаларын асырап алу дұрыс па? Әлде оның қиындығы мол ма? Әлде балалар үйінен алған дұрыс па? Эко жасатқан дұрыс па? Сіз жалпы өзіңіздің өткен тарихыңызға қарап қандай қорытынды шығардыңыз? Маған бауырдың баласы ауыр болған жоқ. Мен оны алам деп ойлаған жоқпын ғой. Ол баланы біз сол жоспарлап, осы бауырымыздың баласын алуымыз керек деген ойда да болмаған дүние. Олар өздері 2 қыз туған ғой, келін. Алдында 2 қыз бар. Сосын нағыз туады. Сол кезде біздің бауыр айтады, төркініңе кетті. Тағы да қыз тудың деген әңгіме болған ғой. Сол әңгімені пайдаланып отырып, мен енді ашуланып, үйде Зәкең айтам ғой. Құдай-ай, бізге бала бермей атқанда мыналар тағы қыз тудың деген не әңгіме деп айтқан кезде Зәкең бүйтті дағы маған. Есің дұрыс па? Осы моментті пайдаланып қалайық. Сен де бақытты болшы деді дағы. Бірден ұшып барды дағы. Ана қызды алып кетті ғой. Аңдып отырып, осы баланы мен алам деп идея менікі емес. Ол Зәкеңнің марқұм әлгі мүмкін арамыз алыстап кішкене бара жатқан болғаннан кейін солай жасаған шығар. Мен де шаршадым, мысалы, сол уақыттарда. Бала жоқ, Зәкең болса айғай, ан жақта, мін жақта жаңағы атакамен жүрді. Шындықты айтам деп, мысалы. Сол кезде бір шіркінай бір бала жүгіріп жүрсе екен деп бір армандайсың ғой енді. Болмағаннан кейін, ана қыз келгеннен кейін өміріміз керемет болып кетті шынымен де. Бала базар деген бар, бір өзіңнен жарығым. Өзім туғандай болдым, шынын айтайын. Өзім ешкі сатып алып, сол ешкінің сүтімен асырадым. Өзім сауып, 6-7 ай. Аппақ ешкіні алып келді, өтте керемет ешкі. Соны өзім сауып, сол ешкінің сүтімен қызды өзім баққам. Сосын Зәкең де сондай бір қорқып қалды ма, бір туысқанды жолатпай, кірмеңдер, ауыртып қоясыңдар. Жөтеліп десе болды, бәрі қуып шығатын. Ойбай, Мерей ауырып қалады, ойбай, Мерейді ауыртпаңдар деп. Сондай бір жақсы көрді да, енді өзіміз туғандай болдық, шынын айту керек. Өзің бүйтіп қарасаң, сол жаққа ұқсамайды да. Зәкеңе ұқсап кеткен ғой бұл қыз. Сол ана баққандық, сол, Зәкең өз аяқ қолын созып, өс, біресе төмен, біресе жоғары. Ана қызы массажын бәрін өзі жасап, жуындырып, сол 3,5 жылдың ішінде мойнынан тастамай үйге келіп, осы Мереймен ғана ойнап, бала сияқты болып жүретін еді, марқұм. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсын қасыңдамын. Ол шындықты мен не үшін айттым? Қыз өсті. Мысалы, Зәкең өз көзінің тірісінде айтқан. Мерей 18 келгенде өзім айтам деп. Сол кісінің аузынан шыққан сөз. Бұл 18-ге толды, мен айта алмадым. 19-ға толды, айта алмадым. 20-ға жақындағанда айттым мен. 20 жасында айттым ғой деймін. Сол кезде бұл енді свиданияға барады, мысалы, жігіттер шақырады, танысады деген сияқты. Сонда руларын сұрайды ғой енді бізде қазақтар. Сол кезде бұл келеді. Мама, ана жігіттің руы мынандай екен. Сен не деп айттың? Албамын деп айттым. Енді өтірік қой енді. Қара кесектің қызы, арғын. Сондықтан енді мен ойладым. Бұны шындығын айту керек, наверное. Бұл өзінің тегін білсін, өзінің руын білсін. Ертең күйеуге шыққанда да сөйтіп өтіріктен бастай ма деген сондай ой келді да менде. Соны айту керек деп. Әйтеуір Зәкең өзі айтам деп еді, мен бұны айтайын. Сосын соған дейін де бұның ана жақтағы балдар, мысалы, Мерей 11 бітіргенге дейін бір келіп Мерейдің маңдайынан искемеген адамдар ғой. Оқуға барды, бір гүл алып, құттықтаған да жоқ, мысалы, телефонмен құттықтаған да жоқ. Бұлай да, мысалы, жақындатқысы келмеді. Бізбен жауласты кәдімгідей. Әкесін мен өлтірді деп жала жапты маған, мысалы, балдар. Содан кейін бұлар 11 бітіргенде де келмеген адамдар. Енді одан кейін барып интервью беріп отыр.
ана қыз, ана жақтағы қыз. Мен Мақпалмен өлсем де араласпаймын. Иә, Мереймен араласуға болады дейді. Мерейдің телефонын Қоразбаев ағадан сұрабаған, Мерейге звондап Мерейдің базасын ала бастады. Оны маған Мерей айтады, иә, маған анау звондады деп. Содан кейін мен шындықты айтуға тура келді. Ол ертең, ол маған қиянат жасады ғой оның қызы. Кезінде пышақ салды, оның бәрі газетке шыққан. Сонда маған пышақ салған адам, ол менің қызымды керемет қылады деп отырсың ба? Кім сізге пышақ салды сонда? Құралай пышақ салған маған. Концерттің алдында пышақтап кеткен. Республика сарайының жанында. Ол «Вечерний Алматы» деген газетке шыққан сол кезде. «Покушение на Мақпал Жүнісову» деген Нұрқаділовтың қызы деп тұрып шықты сол. Қай жеріңізге пышақ соқты? Қолға. Иә, сонда тамырдың жанынан кетті ғой, міне шырам қалған. Сонда больницаға алып кеткен кезде олар милицияға заявление жазады екен. Сол кезде. Содан милиция келді ғой. Ал ол уақытта уже мен концерт беріп жатырмын. Концерттен кейін маған хат келді. Түнгі сағат 1-де Зәкеңнің помощнигінен хат келді. Мақпал ертең президентке дейін жетіпті. Ертең милиция келеді, заявление менің қызым деп жазбасыншы деген Зәкең өтініш хат келді маған. Сол кезде мен Зәкеңді азамат ретінде, Құдай-ай, тірі қалдық қой әйтеуір, құрсын жарайды, оның қызы емес деп жазып берейін деп, сөйтіп жазған кезде мен сіңілім жанымда отырдым, Марал деген. Маған айғайлады, есің дұрыс па? Ертең келіп сені өлтіріп кетсе кім жауап береді? Жазуың керек еді, соның қыз екенін. Неге жазбадың деп маған ұрысты. Мен айттым, обал ғой ана азаматқа. Қаланың дардай бастығы. Халыққа қандай жақсылық жасап жатыр. Қой құрсын, оның қыз емес деп жазып берейін. Деп, нет, вы что, это по-дружески деп жазып бердім. Сөйтіп мен кешіргем оны. Әкесінің абыройын ойлап. Бірақ ол одан кейін оны түсінді ме? Ол өзі одан кейін сол теманы қозғап бір жерде интервью беріп. Айыптаңдар қайтейін, айыптаңдар қайтемін, кінәлі деп. Ал содан кейін әрине мен шындықты айтамын. Мен өзімнің қызымның болашақ үшін шындықты айттым. Ал қазір маған қызым рахметін айтып жатыр. Қазір екі әпкесімен де, екі бауырымен де әңгімелесіп, арқа-жарқа болып араласып жүрген қыз. Я 10 күн ан жақта болса, 10 күн менің жанында болады. Я енді ғана тіл табысып жатырмыз. 2 жыл болды. Тату өмір сүру. Тату өмір сүру. Я өзінің тегін біліп, өзінің туғанын біліп, я араласпасаң жат боласың дейді ғой қазақта. Сондықтан да анау туғандарын ұмытпасын деп айттым мен. Ал ана жақта қыз ол бізге туған болмайды ғой бәрібір. Я ал енді ол бізді сыйлайтын болса, сол әкесі өлген кезде нағып сыйламады енді. Әкесі бар кезде жарайды, сыйлай алмады дейік. Ана кісі рұқсат бермеген ғой араластыруға. Баласын да, қызын да жаңағы араласпайсыңдар, бармаңдар о жаққа деп. Немерелерін әкелмей үйге. Сөйтіп Зәкеңді қорлады ғой біраз. Немересін көрсетпей, мама не разрешает деп. Диндина шоу Дизидерио кеңістігінде түсіріліп жатыр. Зор алғысымды білдіремін. Дизидерио жайлы жиһаз мекені. Ал шын махаббат ол жіберу, тілектес болу емес пе? Сіздің философияңыз қандай осы тұста? Егер Құдай бетін аулақ, сіз солардың орнында болсаңыз, не етер едіңіз? Ай, кететін еркек кетті ма? Өзі кетті ма? Болды. Оны қайтара алмайды ешкім. Мен мысалы ол кісіні есігін қағып, босағасын қағып, мен сізге байға шығам деп айтқан жоқпын. Мен ол кісіні жақсы да көрген жоқпын. Мен ғашық болмаған адам мен ол кісіге. Ол кісі маған ғашық болды да, ол өзінің дегенін жасады. Өзінің қалауын жасады. Сен шешең берсе де, бермесең де алам деді, болды. Қолында билігі болды, артында біз қорқатын адамдар болды. Мысалы, біз қорқтық ол кісіден басында.
Кейін барып сыйластық келді 1-2 жылдан кейін. Ал басында ол кісі өзінің қалауын жасады. Ал одан кейін ол орнынан түсіп қалған кезде мен кетіп қалсам, менде де намыс бар. Халық не деп айтады, қазір кетіп қалсам. Бастық болғанда қатыны болып еді, орнынан түсіп қалғанда Мақпал қашып кетіпті деген әңгіме тарайды ғой. Құрысын қиын кезде жанында болайын дедім мен. Менің ешқандай бір андай нем болған жоқ. Оның байлығы, оның 5 тиынға тұрмайды. Ол өз бай адам емес қой. Мен сияқты қайыршы жаңағы әкесі жоқ адам. Менің әкем шопыр болған. Сөйтіп жүріп бізге үй салып берген қайта. Иә. Сөйтіп жүріп үлкен үй салып кетті, шопыр болса да. Иә, 9 баланы дүниеге әкеліп. Ал енді бұл кісі жалғыз өскен, шешесі жалғыз, ешқандай байлығы болмаған, өзінің ақылымен, өзінің басы қатты жұмыс істеген адам ғой. Мектепті алтын медальға бітіріп, институтты красный дипломға бітіріп, өзі көтерілген адам. Махаббатта өшпенділік болмауы тиіс, е? Махаббатта манипуляция жұмыс істемейді. Жалғыз сол Зәкең бекен 2 қатын алған, 10 қатын алып жатқандар да бар ғой. Сонда енді, мысалы мен Зәкеңді ұстағым келсе, мен бірден ЗАГСке баратын едім. Мен бармай қойдым ғой ЗАГСке. Ол кісі өтті, бос адам болған. Мен айттым, сіз мені байлай алмайсыз. Мен сізге күйеуге шықпаймын заңды түрде. Жақсы көресіз бе, документсіз тұрыңыз дедім. Азаматтық неге? Азамат. Тұрыңыз. Сіздің байлығыңыз маған керек жоқ, 5 тиынға. Сіз менімен әңгімеңіз жарасса, тұрамыз, жараспаса тұрмаймыз дедім. Сөйтіп, 91 жылы мені апарып кіргізді, 98 жыл ғана барып мен заңды түрде некеге тұрдым. Ал енді 98-ге дейін қанша жыл бар, кетем дейтін еркек кетіп қалатын еді ғой, мен байлап қойыппын ба ол кісіні. Барған жоқ қой, қайтпайым деді. Мен айттым оны. Бір көңілі бүйтіп, бір жұмыстан ұрсып, етіп келеді ғой бір. Сол кезде бүйтіп, әлгі ашуын кейде ха деп бізден алатын кездер болатын. Сол кезде мен айтам, астафиралла. Сіз мүмкін ана жаққа қайтқыңыз келіп жүрген шығар, барсаңызшы. Бақытты болыңыз сол жақпен. Ұрпағыңыз бар. Деп. Жоқ, саған ашуланып тұрған жоқпын мен. Қайтпаймын ол жаққа бәрібір деп сөйдеді. Мен жолын ашық қылдым ол кісіні, мен байлаған жоқпын. Кейіннен жақсы көргенін, кейін өзі кеткен кезде бірақ білдім. Өйткені әлгі өлген кезде біледі екенсің ғой өзі, қалай жақсы көргенін. Сіз өзіңіздің туған туыстарыңызға барлығына көмектесесіз, мен оны білемін. Тіпті концерттеріңізде де, мынау дүниеңізді қазір шешіп беруге де дайын тұрасыз. Ал сіздің осы бір жақындарыңыз сізге рахмет деп сіздің жасап жатқан жақсылығыңызды бағалайды ма тиісінше? Барлық балалардың, мен сізге айтайын, балаларын үйлендіріп, тойын жасап, әрқайсысына 20 мың, 30 мыңнан мен құйдым, мысалы. 7 той жасадым осы 20 жылдың ішінде. Бәрін қалтамнан шығардым. Ойбай, мен жоқ, менің балам емес, өз балаңа өзің жина ақшаны деп неткен жоқ, мысалы мен. Өзім кассада көк тиын жоқ деген сол ғой. Бәрінің тойын жасап бердім мен. Балаларын да өсіруге көмектесіп, бүкіл киімдерін, менің шубаларым, менің бриллианттарымның бәрі осы қыздарға, соларға беріп жатырмын мен. Ал көпшіліктің пікірі сіз үшін маңызды ма? Мен өзімнің тыңдармандарымды, менің жанкүйерлерім бар ғой, осы жылдарда жинаған. Солар менің достарым. Демек, сол кісілердің пікірі маңызды, басқасы маңызсыз. Басқасы маңызды емес. Мені тыңдамайтын адамдар, ол мені жақсы көрмейтін, менің әндерімнен ешқандай о кісілерге әсер берілмейтін болса, олар мен неменеге жақсы көру керек. Олар мені жауып қойып отырады ғой бейт. Қойшы, сен әнші емессің дейтіндер де бар. Енді қараңыз. Сөйтіпті жазатындар бар. Мен ондайларға мен ұрсып отыруым керек па сонда? Ойбай, мен әншімін, неге өйтіп айттыңыз деп айтпаймын ғой енді, мысалы. Бұлай қарасаң. Халық болғасын, аласта болады, құласта болады. Жалпы жақсы көретін адамдар тек әлгі өзінің туысқандай қарап, өзінің досындай қарап, мысалы, түсіністікпен қарап жатқандар бар, ол кісілерге рахмет айтасың. Ұяласың даже, ойбай, бекер сөйтіп видеоны жіберген екем деп, құрсын енді деп. Бірақ мен кешірім сұрауға, мен ешкім басын жарған жоқпын.
ешкімді атып тастаған жоқпын. Иә, ол өздеріңіз ушықтырып алып кеттіңіздер, журналистер. Одан кейін әлгі ерігіп отырғандар. Ешқандай журналистер емес негізі. Енді кім енді? Әлеуметтік желі. Бүкіл шет мемлекеттегі қазақтардың бәрі, мысалы, менің таныстарым бар, хабарласып ауыр тиіп жатыр ма соның бәрі сізге? Жоқ. Мүлдем бір басқаша әңгіменің тарап жатқаны. Жоқ. Мен ондайға үйренгенмін. 1000 адам бәрінің аузына біз қақпақ бола алмаймыз. Мен дарамын, мен данамын, мен сендерге әніммен дәлелдеймін дейтін мақпалсыз ғой сіз. Енді дәлелдеп жүрміз. Бірақ қазіргі енді сөзіңізге, эмоцияңызға қарасам, бәрібір мына қоғамдық қысым, ол шын мәнінде сізді бір қысып жатқан сияқты. Жоқ. Осы сол неден кейін талай жерге барып ән айтып келдік қой. Ешқандай халық бір ауыз сөз айтқан жоқ маған. Көрдіңіз бе? Құшақтап, сүйіп. Хақ халық пен әлеуметтік желідегі халық ол басқа. Шын мәнінде. Басқа. Сондықтан енді дұшпандарға да бір мереке сыйлап тұру керек анда-санда. Иә. Олардың да қышу қансын да. Хейтерлерге. Иә, әбден тойлады енді. Иә, ауыздарына келгендерін айтты, жақсылап тұрып мені, ой, осы сорлы деп неше түрлі деп айтты. Енді айтсын енді. Ешкімді қарғағым да келмейді. Ешкімге ауыздарыңды жабыңдар, аналарыңды алыңдар деп те айтпаймын. Жастанып жатыңдар. Жастардың астына қойып сол видеоларыңды. Бақытты болатын шығарсыздар мүмкін. Дина шоу Дизидерио кеңістігінде түсіріліп жатыр. Зор алғысымды білдіремін. Дизидерио жайлы жиһаз мекені. Маған Луи Армстронгтың сөзі есіме түсіп жатыр. Негізінде музыка саласында жүрген жандар ешқашанда пенсияға шықпайды дейді ол кісі. Құдай-ай десеші. Жоқ, мен шығайын деп жатырмын. Соңғы демі қалғанша музыка деп тербеледі дейді. Жоқ, мен соны бұзайын деп отырмын соны. Қалай? Мен пенсияға шығайын деп жатырмын. Заңды түрде. Бізде былай ғой, пенсияға, мысалы, кезінде Роза апаларымызда пенсияға шығып, бірақ қазақ концертте істей берген. Ары қарай жалғастыра берген ғой, мысалы да. Енді ол заман өтіп кеткен сияқты. Ол кезде, мысалы, үлкен әншілеріміз, мысалы, сольный концерт бере алмайды ғой енді, 60-тан кейін. Мен енді қазір, мысалы да, ана жол концерт бердім мен, өзім кішкене сездім. Нені сездім? Шаршаңқырап қалғанымды. Текстерінен жаңыла бастадым деген сияқты. Сөзім ұтып қап сахнада, ойбай құрсын, жамандай ұят болды ғой. Сөйтіп тұрым, әлі есіме түспейді, әйтеуір сөйтіп концертте сондай жағдай болды. Қазір осы жасымда ұмытшақтық деген кішкене басым болып бара жатыр, кәдімгідей. Бір нәрсені бір жерге қойсам, соны ұмытып қаламдағы, күні бойы іздеп жүрем. Жағаны қайда қойып, жағана тұрған сияқты деп, сондай бір ұмытшақтық не пайда болды. Мен жалпы, осы күнге дейін біз кәдімді еңбек еттік, пенсиямды алып отырам. Содан кейін өзім, мысалы, қай жер шақырады мені? Кәдімгідей ақшаға жұмыс жасайын да енді мен. Бұрын, мысалы, концерт берсек, ақшасын қазақ концертке береміз ғой біз. Түсіндіңіз. Енді қазақ концерттік әншісің ғой сен. Иә. Сен тәуелдісің. Қазақ концертке сен концертіңнің ақшасын бересің. Олардан алып отырған ақшамыз енді біз 320 000 теңге ме? Соны таза күйімен алған кезде 260 000 теңге ме сондай шығады. Оған енді мен күн көре алмаймын, мен шындығын айтайын. Сондықтан да біз тойдың арқасында. Мақпал ханым, сіз өзіңізге бір тариф бекітіп қойғансыз ба? Қайда? Гонорар деген дүние бар ғой. Тойға барғанда? Иә, мәселен. Мұнандай болу керек деген сияқты. Осы бағаны бермесеңдер, өлем деген әңгіме жоқ. Райдер дегендер бар. Ондай әңгіме жоқ менде. Мен адамның жағдайына қарап отырамын. Мысалы, ауқатты адамдар болады, бай қуатты адамдар болады. Кәдімгідей оларға менің айтқан, мысалы, гонорарым түкке тұрмайды. Бар ғой енді оны айту керек, мысалы. Ал кейде тегінде барып атамыз. Жағдайына кіруге тырысам. Жағдайына кіруге тырысам. Ал кейде тіптен асырып төлейтіндер болады. Мысалы, сен өзің сұрап тұрсаң, $5000 десең, ол саған $10,000 беріп кетеді, мысалы. Менің ойланатынымда жалпы Мақпал ханым бәсеке дегенді қалай қабылдайды екен? Сахнада бәсекелестерім бар деп ойлайды ма екен? Бәсекелес деген, ондай мен айналыспаған адам жалпы.
Мен өзімді тапқаныма бақыттымын. Бір әншілерден мынау менің бәсекелесім, мынау менен озып кетеді, я болмаса менен төмен деп ешкімді айтқым келмейді. Жалпы бізде қазіргі уақытта біздің кезімізде мынау Инстаграм, WhatsApp, интернет деген жоқ болды ғой. Сондықтан да бізде таза болды бәрі. Үкімет бізге осындай не береді, айына 60 концерт бересіңдер деп. Сол күні-түн солай жүгіретінбіз. Сіз қазір ғана өз сөзіңізде айттыңыз, біздікі таза, адал еңбек деп. Қазіргі әншілердікі мынау медианың мүмкіндіктерін пайдаланып, басқаша еңбек деп бағалайсыз ба сонда? Жоқ, қазіргілерді бәрін бір неге әлгі барлығы жаман оңай жолмен жүр деп айтуға болмайды. Халық өзі саралап алады өзі ішінен. Мына телеарналар, сіздер мысалы, әлгі хит әндер шығады ғой кейде. Хит әндер шығады. Сол хит әндерге қарайсыздар да жұлдыз дейсіздер. Бір 5 өлең айтса, сіздер жұлдыз деп хабарлайсыздар. Иә, ол дұрыс нәрсе емес. Жұлдыз деген атаққа ие болу үшін қаншама еңбек ету керек. Қаншама халықтың батасын алу керек. Репертуарың енді зор болу керек қой. Барлық жағынан. Ана туралы, әке туралы, туған жер туралы, бала туралы, отан туралы, сағыныш, махаббат. 20 әнің болмаса сен әнші емессің деп айта аласыз ба? Сан емес, сапа әрине маңызды десек де. Жоқ, сапасы болу керек әннің. Әннің сапасы болу керек. Ол 20 әнді 2-3 күнде мен жазып бере саламын, мысалы. Маған ондай әндер көп келеді. Кейде еркектің айтатын өлең жолдарын, мысалы, еркек айтатын, мысалы, сәулем-ай, жаным-ай, күнім-ай, әлгі бір болады ғой, еркем-ай деген сөздері бар әндерді жаңағы еркек адам айтатын әнді маған алып келеді, мысалы. Сонда мен айтамын, мынау жігіттің айтатын әні ғой, жігіттерге бер мына әнді. Маған болмайды енді бұны. Яғни әншілерге сіздің қазір осы индустрияға енді қадам басып жатқан, әсіресе аруларға айтар кеңесіңіз, біріншіден мәтінге өңіріңіз, ол сіздің табиғатыңызға сай келіп тұр ма? Ол жалпы әйел баласының айтатын әңгімесі ме? Тағы неге біз мән беруіміз керек деп ойлайсыз? Жалпы түсіну керек тағы да, түсіну керек. Ол ән біреуге ой салдыру керек. Біреу әлгі әнді тыңдап отырғанда бір кәдімгідей содан рухани азық алу керек. Яғни сіздің мақсатыңыз, менің түсінгенім, әнімен тәрбиелеу. Тәрбиелеу, иә. Әнімен өсіру. Әрине. Мысалы, мен өзіме қиын кездерде, сол кезде мен көбінесе поэзия оқимын. Кітаптар оқимын. Мұқағали атамыздан бастап, Тұманбай Молдағалиев, Иранғайып ағаларымыз, Қадыр Мырзалиев, Фаризон Қарсынова, Ақұштап Бақтыгереева, көп қой бізде. Ақындар да көп. Сол кісілердің кітабын оқып отырғанда, мысалы, мен Мұқағали Мақатаевтың кітаптарын мен 5 қайтара оқып отыратын шығармын. Әсіресе, ей тағдыр, сөйлесейік, келші берген. Иә. Сол анау баяғыда оқығаным басқаша бір әсер алған, ал қазіргі жасымда мен басқаша әсер аламын. Баяғыда мысалы жай жыламай оқисам, қазір мен сорым сорғалап, жылап отырып оқимын. Ал сізді тұлға ретінде қалыптастырған, қалай ойлайсыз? Қиындықтар, сынақтар ма? Әлде сіздің жеткен жетістіктеріңіз бе? Екеуі де бар. Ауылдан қалай кеттім? 3-ші сыныпта. Содан бастап менде интернатта өскен қыздарымыз ғой. Сондықтан да талай қиыншылықтарды көрдік. Ұстаздардың бәрін жамандауға болмайды, бірақ ішінде біраз ұстаздардың жаман сөздерді естідік. Біздерге бір өз баласындай қарамайтындай енді. Ой, сүйкімсіздер, ой, оңбағандар деген сөздерді көп естідік. Таяқта жедік. Сондықтан да соның бәрі бір қанша атаныңды сағынып отырсаң да, бірақ енді мені мысалы Алматыға алып келген әкем марқұм ғой. Өнер жолын қу, сенен үлкен әнші шығады. Мен саған сенемін қызым дегеннен кейін, мен сол әкемнің жаңағы аманаты сияқты ғой енді. Міндетті түрде мен үлкен әнші болам деп енді алдымыздағы апаларымызға қарап өстік. Сол кісілерге ұқсағымыз келді. Мысалы, мен Роза Бағланова апамызды
өте қатты жақсы көрдім бала кезімнен. Иә, сол кісіге ұқсағым келді. Ақырында мен сол кісімен кездесіп, Қазақ концертте бірге қызметтес болдым. Алғаш көрген кезде қандай әсерге бөлендіңіз? Ойбой, ол деген қорқыныш болған шығар. Конечно, аяқ қолың бәрі дірілдеп, кәдімгідей ана кісінің мысы басады екен. Өзі бір керемет адам еді ғой, мөлдірген, қайталанбас. Ақырын ғана сөйлеп, біз әлгі ауылда өскен қыздарымыз, интернатта өскен қыздарымыз айғайлап сөйлейміз ғой. Жаңағы Роза апамыз енді айналайын деп жай ғана сөйлегенде теп тыңдап отыратынбыз енді. Ал Роза апамызға деген қорқынышыңыз кейін басылды ма? Әрине. Ол кісі мені өзінің қызындай көріп кетті. Иә. Ой, ақ көкем, менің ақ көкем деп маған өлең айтқызып, сосын жаңа маған өзінің ақылын айтып, қалай тұру керек сахнада, қалай жүру керек, сондай бір өзінің несін тәрбиесін беріп, кішкене сахнаның мәдениетін қалай меңгеру керек, қандай көйлектер кию керек. Әрине. Ақырында кейін Мерейдің де тұсауын, мысалы, Бибігүл апа екеуі кесті ғой. Екеуі республика сарайында тұсауын кесті. Қандай әдемі. Екі ұл адам. Қызыңыз қай бағытты таңдап жатыр, қай салаға қызығады? Не ғой, ағылшын. Ағылшыны кереметін байқадым мен. Сол переводчица. Қазір сабақ берген 1 жыл. Кәдімгідей айына 500 мыңнан ақша тапты. Кәдімгідей сабақ беріп ағылшыннан. Өте жақсы, ортасына сыйлы болды. Одан кейін енді қазір бұл бір компанияға орысша мен қазақшаны ағылшынша аударады. Жалпы тұрмысқа шығам деген бір әңгімелер қазір айтылып жатқан жоқ? Ондай әңгіме жоқ. Сізде асықтырмайтын анасы шығарсыз, Жоқ, айттым. Ертерек шығып кетсе, жақсы жігіт кездессе деп айтсам, мен енді бір немере сүйгім келіп жүрді. Ана Роза Рымбаева сияқты бір баланы құшақтап алып, басқаша бір өмірге енгім келеді ғой енді. Қазір баланы өсірдің, оқыттың, бұның да өзінің ортасы қалыптасты ғой мысалы. Ол да мен құшақтап мамочка деп күні бойы мен жанымда отырмайды. Жұмысына кетеді, кеш келеді. Жарты сағат әңгімелесеміз, ұйықтап қалады, болды. Суббота, воскресенье подружкалармен кетеді деген сияқты. Сіздің немереңіздің менің ойымша арманы болмайды ау, дей ма? Соны асығып күтіп жүрім, соны айтып қойсам бүйтеді. Мама, мен әлі жаспын ғой, 22-ге енді толдым. Менен құтыла алмай өтсің ба деген әңгіме болып кетеді да. Бір жағынан бір түрлі болып қалады екенсің. Сосын мен жоқ, құрсын, жүре бер, енді бұйырғаны болар деп жаңа айтып қоямын енді. Бірақ өзім ішімнен тілеймін енді. Ертерек шығып кетсе екен деп. Өзі Алланың маңдайыңа жазып қойғаны болады екен ғой. Мына бізге жабысты ғой бүйтіп маңдайға. Сөйтіп жазып қойған ғой. Соны енді міне өзі кетсе де әлі ұмыта алмай жүрміз ғой. Бірақ мынау мұражайда тұрғасын ба, 3 айдың ішінде мен мына жаққа қарасам да Зәкеңнің портреті, мына жаққа қарасам Зәкеңнің портреті, алдымда Зәкеңнің портреті. Түні бойы түс көрем, біресе жақсы түс көрем, біресе жаман түс көрем, біресе шошып оянам деген сияқты. Қорқыныш бар, үрей, одан сайын үдей түсті. Осы 3 айдың ішінде ана үйде ремонт бітпей қойды. Мен сол мұражайда отырым ғой бүйтіп. Обычно ол жақта біз қонбаған, жатпаған адамдармыз. Уже тек уборка жасап кетіп қалатын едік қой. Сонымен енді қазір уже үйрене бастады осы. Осы айда мысалы әлі түсіме кірген жоқ. Ол да үйренді ғой деймін. Түсіңізге кіргенде рахмет, ай. Мақпал жаным, қанекей, тұр, әніңді айт деп айтама. Сөйтіп жаңағы күліп күреді, кейде әңгімелеседі, бірақ тамақ іштесем ішпейді, кетіп қалады. Асық тұрмын мен, собранияға бар жатырым дейді, біресе спортивный костюммен жүгіріп келеді. Мерей деп айғайлайды, Мереймен сөйлесіп келеді. Ан жақта жүр деймін, Мереймен сөйлесіп келеді. Кеттім, пока деп жүгіріп жүрген бір адам әйтеуір. Ана рухы тынышталмай жатыр ғой. Бұл кісінің өлімін ашпағаннан кейін, кім өлтірген айтпағаннан кейін, халық сонша күтті енді, мен де күттім 20 жыл. Бірақ ешкім айта алмай отыр ғой. Атын атап, түсін түстеп, айтып, өзін өзі атқан жоқ деген вердикті алып тастау керек. Сосын барып, ескерткіш ашама, музей ашама, сол дұрыс болатын еді негізі. Ал сол әлгі өзін өзі атты деген нәрсе әлі тұр ғой. Сөйтіп барады да ескерткіш ашамыз дейді. Сонда тіріліп келе ме ол кісі?
әлгі кімнің Кеңшілік Мырзабековтың бір өлеңі бар еді. Тас қойып табынғанмен оянбас деп. Сондай өлең жолдары бар. Иә, ескерткіш қойып табынып, сол кезде оянып кетеді деп ойлай ма? Адамның артында сол қинап өлтірді, атып өлтірді, ұрып өлтірді. Иә, ұрған дейді қатты. Сол жуындырған адамдар айтты ғой. Белінде, үш жерінде сынығы бар екен деп. Сонда кәдімгідей теуіп тұрып атқан ғой. Енді соны ашылмағанына біз енді. Содан жүрек кішкене ауырады енді. Енді бірақ мен енді сол өзіме өзім бір қанша мықты әйелмін десең де, өзің нәзік екеніңді кейін сезесің да. Бәріне шыдау мүмкін емес. Біз де енді адамбыз ғой. Сондықтан да бәрі жақсы болар кейін. Ақиқат ашылып, сіз соның куәгері болып, немереңізді құшақтап отыратын болашақты елестетесіз ғой көз алдыңызға. Әрине. Сол арман, қиял Мақпалға өмірге бір құлшыныс беріп тұрма. Сол өмірдің мәні мен мотивациясы. Жалпы менің өмірім бүкіл осы өнерім ғой. Мен тек сахнада ғана бақытты адаммын. Қалғанның бәрі үйге келгесін барлық адамдар сияқты менде де жылайтын кезім болады, ойнайтын кездерім болады, күлетін кездерім болады деген сияқты. Бірақ шынайы халықтың махаббаты мені осы күнге дейін алып келе жатыр. Және мен ойлаймын, мысалы жаман жолға салынуға болмайды. Өйткені халықтан ұят деп кішкене сол әр уақыт соны ойлап отырасың. Жауапкершілік. Сондықтан да халық енді менің тыңдармандарым, менің көрермендерім, менің жанымды жақсы түсінетін адамдар, олар менің жаман жерімді байқамайды да. Шексіз жақсы көретін адамдар болады, тумаса да туғандай болады. Ал енді, ойбай, сұмдығай деп әлгі өмір бақи біреудің кемшілігін көріп, өзінің көрмейтін адамдар өмір бақи сондай болады. Барлық адам идеал деп мен айта алмаймын. Соның жазғанының өзі қандай жаман. Сол идеальный адаммын деп отырма. Маған сондай жаман сөз жазған адам, мұңбаған, андайсың, сволочь, дейма құрсын, неше түрін айтып жазып жатыр ғой. Сондай сөзді жазған адам өзі жақсы адам деп отырсың ба? Жоқ. Мысалы, мен ешкімнің есігін қағып, я болмаса, мен талай көрдім көшеде, мас болып құлап атқан адамдарды да көрдім, келіп мас болып сәлемдескен адамдарды да көрдім. Мен жеркенбеймін. Мен мас болып келіп амандассам, мен амандасам. Тойда да жүрем ғой, мысалы. Ішіп алып, бүйтіп, әрең тұратын адамдарды көрем мен, бірақ мен оны сынамаймын. Тойға келдім ба, тойды, ну и что? Көтер алмай қалған шығар. Сондықтан да ондай нәрсеге енді бірден ойбай, мынау деген ішіп апты, алқаш деп сразу алағаш айтуға болмайды ғой. Әр адам өзі жаман болатын болса, ол ешқандай нәрсе ол кісіге әсер етпейді. Ол жаман, шынымен де сондай жолға салынатын адам болса, ол жарқырап жүре алмайды, ол күле алмайды, ол адам сияқты қуана алмайды, мысалы. Шын мәнінде өзім үшін жауап таптым. Мақпал ханым, сізге сахна ханымы деген атақ берілген. Сіздің орныңыз ерекше, қашанда. Сондықтан да сіз қоғам үшін керексіз. Соны ұмытпағайсыз. Солай айтсаңыз, солай шығар. Солай. Мынау сізге сый сияпат. Негізі қазақтарда біздің халқымыз дана ғой.
қонағын, құрметті қонағын қол жібермейді деген. Құдай ай Сондықтан да біздің қолдаушыларымыз бар, Балауса деп аталатын бренд қазіргі таңда ұлттық нақыштағы зергерлік бұйымдарды жасап жатқан жай бар. Сіз үшін арнайы жасалған. Осы бүгінгі күнімізден сізге бір тәтті естелік болсын. Комплект болсын бірден. Қараңызшы, сіз жасыл бүгін кидіңіз. Мынау да жасыл түсті. Жасыл дегеніміз бұл негізінде гармонияны білдіретін түс. Сондықтан да өміріңіз гармонияға толы болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Әрдайым осылай күліп, әдемі күлкіңізбен күлем ғой. Бізді әрдайым қуантып жүріңізші. Денсаулық болса ғой. Ол сан сынақ келсе де, сынбай, ауырлықты арқалап, алға ұмтылған адам деп ұқтым. Пенденің бір қырын көріп, бар сырын білу мүмкін емес. Сондықтан да, кімге де болсын кінәрат айтпай тұрып, айнаға қараңыз. Өзгені сынаудан бұрын өзімізді түзейік. Сонда ғана айыптың артынан асыл тас көрінбек. Ой, Мақпалға жету қайда. Ең жақсы көретін әншім Мақпал. Мен де ең жақсы көретін әншім. Бірақ анау Дина оңбаған жылатып отыр ғой, Мақпал апа сон. Дина бар ғой, бір анау астарлы ақиқатты жүргенде бар ғой. Онда астарлы шоу деп қоя салмайды ма сонда? Дин астарлы шоу деп қоя салмайды ма? Дұрыс айтасың, Мақпал апа енді анау не бар ғой, Қарапыл сияқты ғой. Аврора сияқты ғой. Қалай сұрақтар жауап беріп атыр ғой соны, не сұраса да айтып атыр. Шүкір, жан дүниесімен ашылып айтып атыр. Динаны адамгершілігіне вообще сенбеймін. Мен бармаймын оның сұхбатына. Вообще бармаймын. Мені шақырушы, мен бай болу керек. Байсың ғой? Мен сен баймын ғой, бармын ғой. Ой, осындай баймын бар кезде мен баймын.